Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода қағаздан гүл жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін 8 сантиметрлік шаршыдан осындай 6 дана керек. Қазір біз осындай фигура жасайтын боламыз. Мұнда видеоның сапасына кешірім сұраймын. Қазір жақсы болады. Ең алдымен осылай X тәрізді етіп бүктеп аламыз. Міне біз бүктеп болдық. Келесі видеода көрсетілген әрекетті жасаймыз. Содан соң осылай бүктейміз. Келесі бетін де дәл осылай қайталаймыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп, үш бұрышты етіп бүктейміз. Міне осы әрекетті мұқият қарап алыңыздар, сіздерге түсініксіз болып қалуы мүмкін. Қайтадан қайталап көрсеттім. Осы бөлікті желімнің көмегімен желімдеп қоямыз. Дәл осылай 6 дана жасап аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп 6 дананы бір-біріне дәл осылай жабыстырамыз. Міне ең соңғы амал. Осымен біздің гүліміз дайын болды. Видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.